ол бір асылым оқушысы болдым, жетекшім Бақтыбаева Ақсәуле. Менің қорғайтын бизнесім киім саласы, киім бизнесі. Келесі осылай. Келесі. Біздің жобаның мақсаты қандай түсіндіріп өтейін. Жобаның мақсаты қала және ауыл тұрғындарына сапалы қызмет көрсететін ерлерге арналған киім дүкенін ашу. Киім бұл кез келген санаттағы адамдар үшін немесе эмоциясына әсер ететін немесе өмірлік салтын ұстанатын адамдар үшін бұл қажет өнім. Бұл қазір жалпы стандарттарға сай, шетелдік және қазақстандық стильде болуы тиіс. Сосын қазақстандық және шетелдік сән үдерістеріне сәйкес келуі керек, дүкенді әзірлеу және жобаның тәуекелдеріне баға беру. Келесі. Бізде өзектілік қандай болды? Өзектілік Баспалдық ауылда 3 жыл қатарынан демографияда оң көрсеткіштермен және ерлер киіміне деген сұраныстың артуымен пайда болды. Яғни білесіздер, біздің Баспалдық ауылымыз қазір даму үстінде. Бізге бұндай нәрселер керек. Ерлерге арналған өнімдер әрқашан танымал болды және оларға деген сұраныс барлық уақытта жоғары деңгейде сақталып отыр.